Роблокстап жүріп қайтыс болды дейді. Бұл оқиға желіде дауыстық чатта ұрып соғып жатқандай оғаш дыбыстар естілетін бейнеге байланысты өрбіді. Ол қатты жылайды. Содан кейін кенеттен ойыннан шығады. Бұл видеоның айналасында көптеген қауесеттер бар. Бірақ бұл видеода мен бұл ойыншы туралы бар шындықты ашамын. Шын мәнінде не болғанын білу үшін осы бейнені соңына дейін қараңыз. Оқиға TikTokта жарияланған қысқа бейнеден басталды. Соңғы айларда ол 11 миллионнан астам қаралым жинады. Жазбада бала танымал Мордан Мастер екінші ойынын ойнап жатыр және кенеттен Тиффани 123 маганда 9 есімді ойыншыны кездестіреді. Тиффанидың дауыстық чаты қосылу болды. Сіз оны ұрып соғып жатқандай қорқынышты дыбыстарды естисіз. Айқын шапалақ, белбеу дыбысы. Ол қатты жылайды. Дауысы өте жоғары, балаша, шамамен 6-9 жастағы балаға тиесілі сияқты. Бірнеше секундтан кейін Тиффани кенеттен ойыннан шығып қалады. Бейнежазбаның сипаттамасында тек 2 сөз бар. Қызды мұңды қызға қойыңыз. Бұл сипаттама маған тағы бір вирустық оқиғаны еске түсірді. Сет, кідекі 146. Егер сіз білмесеңіз, бұл баланың басынан осындай оқиға өткен. Көршілер ойынында баланың анасының соққысынан жылағаны туралы видео тарады. Өйткені ол оның барлық ақшасын Robloxтарға жұмсаған. Кейін бұл дыбыстың жалған екені белгілі болды. Ол ескі жазбалардан алынып, троллингке арналған бейнеге салынған. Маңызды сәт. Әңгімелердің үстірт ұқсастығына қарамастан, балалар, дауыстық чат, көз жасы, Сеткит және Тиффани бір-бірімен байланысты емес. Сеткит көршілер ойынында орын алды. Онда олар әзіл қалжың үшін жалған дыбыстарды жиі пайдаланады. Тиффани Мордан Мастер екінші ойынын ойнайды. Мұнда олар дауыстық чатты әрең пайдаланады. Ал егер олар сөйлесе, бұл әдетте еркелік үшін емес. Дегенмен, Тиффанидің әпкесі Саткит, ал олардың анасы екеуін де ақша үшін ұрып соққан деген теория бар. Бірақ мұның бәрі өтірік. Ойындар әртүрлі, жариялау уақыты бірдей емес және Сеткиттің әңгімесіндегі дыбыстың өзі жалған деп танылған. Тергеудегі алғашқы қадам Тиффанидің түпнұсқа аккаунтын табу. Бейне желіге тарағаннан кейін желіде ұқсас лақап аттары бар ондаған еліктегіштер пайда болды. Бірақ мен әлі де нақты профильді таптым. Міне, оның Roblox аккаунты. Тиффани 123 маганда 9 аккаунты. Ол қызғылт сары деп өзгертілді. Аватар толығымен өзгертілді. Енді бұл қызғылт сары түсті қарапайым кейіпкер. Оқиғаға қатысты егжей-тегжейлері жоқ. Логикалық қорытынды осыдан шығады. Егер қыз шынымен ойнап жүріп қайтыс болса, оның аккаунтын өзгерту мүмкін емес еді. Профильдің атын өзгерту немесе аватарды Robloxқа өзгерту үшін тіркелгіге кіру қажет. Яғни, сүзек тірі емес, әйтпесе есеп қалады. Өзгеріссіз. Профильді өзгерту фактісінің өзі аккаунтты қазір біреу бақылап, басқарып жатқанының жанама дәлелі. Енді бейне астындағы пікірлер мен ең танымал теорияларды талдап көрейік. Бір қолданушы ник Маганда 9-ын қайдан шыққанын анықтады. Тиффани филиппиндік. Маганда әдемі дегенді білдіреді. Маганда филиппин тілінен аударғанда әдемі дегенді білдіреді. Бұл маңызды кеңес. Тиффани филиппиндік болуы мүмкін, немесе оның ата-анасы филиппиндік болуы мүмкін. Ал соңындағы 9 саны оның жасы болуы мүмкін. Бірақ бұл менің болжамым ғана. Ең танымал теориялардың бірі, ол Robloxқа жаңадан келген. Керемет қаруы бар балаларды көрген. Ата-анасының картасын алып, 100 000 Robux жұмсаған. Ата-анасы оны танып, белбеумен қағып кеткен. Полиция ештеңеге қол жеткізе алмады. Өйткені мәйіт жасырылған. Неге бұл өтірік? Бейне басқаша дәлелдейді. Жазбада Тиффани Мордан Мастер 2-де негізгі заттардан жасалған ең қарапайым пышақты пайдаланады. 100 000 Robux бұл бала үшін үлкен сома. Егер ол шынымен де көп ақша жұмсаған болса, ойында басқа керек жарақтар мен мұқабалар көрінетін еді. Бейнеде мұндай ештеңе жоқ. Қорытынды, бұл біреудің драматизациялау үшін ойлап тапқан фантастикасының тарихы. Келесі қадам: Тиффаниді YouTube және TikTok сайттарынан іздеу. YouTube сайтында мен Тиффани 123 маганда 9 лақап аты бар. Жасына сәйкес келетін 2 профильді таптым. Дегенмен, оларда Robloxтағы оқиғаға қатысты бейнелер жоқ, және олардың кем дегенде біреуі дәл сол Тиффани екеніне ешқандай дәлел жоқ. TikToктағы жағдай қызықтырақ. Мен Тиффани 123 маганда 9 деген лақап аты бар аккаунт таптым. Бірінші видео 2020 жылы жарияланған. Бұл тарих кезінде сүзек 6 жасқа толмаған деген теорияға қайшы келеді. Егер аккаунт 2020 жылы жасалса, ал қыз 2025 жылы 6 жаста болып көрінсе, 2020 жылы ол небәрі 1 жаста еді. Бұл абсурд. Бұл жастағы бала әлеуметтік желілерде аккаунт жасай алмайды. Бұл TikTok аккаунты нағыз Тиффаниге тиесілі емес дегенді білдіреді. Өйткені вирустық жазбада баланың дауысы анық естілді. Сірә бұл аккаунтты басқа бала жасаған. Содан кейін лақап атын өзгерткен. Бір қызығы, екінші видео 5 жылдан кейін шыққан. Жазбада сіз Roblox Orange кейіпкерінің мұқабасының дәл көшірмесін, сондай-ақ жасанды түрде қосылған жылау мен соққыларды көре аласыз. Күдікті сәт. Егер бұл нағыз Тиффани болса, неге ол мұндай бейнені жариялау керек? Бұл көмекке шақыру. Әдетте 6 жастағы балалар мұндай аккаунттарды саналы түрде жүргізбейді. Соңғы бейне, сол қорқынышты дыбысқа билеу. Бұл автордың танымал хэштег арқылы қаралым жинағысы келетінінің айқын белгісі. Индонезиялық YouTube'та нағыз Тиффани бейнеленген видео бар. Онда қыздың жылап жатқаны көрсетілген, бірақ басқа жерде. Дегенмен, бейнеде ойыншылардың лақап аттары жазылған қойынды жасырылған. Бұл жалған бейнелерге арналған әдеттегі әдіс. Сондықтан кейіпкерлердің шынайы өмірдегі қатысуын тексеру мүмкін емес. Видеодағы қыз анасының оны оқығысы келмегені үшін ұрғанын айтады. Бірақ бейненің қалған бөлігінде Тиффани көңіл көтеріп жатқан Robloxтағы кездейсоқ геймплей көрсетілген. Және бұл басынан бастап драмамен толық диссонанс. Нәтиже қауесетті күшейтуге және назар аударуға бағытталған қойылым. YouTube тегі басқа бейнеде мен олардың нағыз Тиффанидің бейнежазбаларын қалай көрсететінін таптым. Ол жылап, қатты айқайлап, мен бұл жазбалардың қайдан шыққанын білмеймін. Мен бұл қызға қатты өкінемін. Бірақ бұл қыздың бұл бейнеге қандай да бір қатысы бар екендігі туралы ешқандай дәлел жоқ. Бұл тағы да жалған болып көрінеді. Ал сен қалай ойлайсың? Түсініктемелерде жазыңыз. Енді куәгерлердің пікірлерін талдап көрейік.
Мен оның көршісі болдым. Ол қайтыс болды. Анасы оның басынан белбеуімен ұрды. Ол осыдан қайтыс болды. Неге бұл өтірік? Аты жөні, суреті, мекен жайы жоқ. Дәлелсіз анонимді түсініктеме. Егер өлім орын алса, олар бұқаралық ақпарат құралдарына жазар еді. Соңғы айларда Roblox ойыны салдарынан сәбиінің қайтыс болғаны туралы бірде-бір сөз болған жоқ. Басына белбеу тағып, лезде өлімге әкелетін жарақат өте сирек кездеседі. Әдетте мұндай жағдайларда дәрігерлер, полиция тіркейді және ақпарат көпшілікке қолжетімді болады. Екінші пікір, ол Сеткиттің әпкесі. Олардың анасы екеуін де ұрып жатыр Roblox шығындары. Сеткит қазірдің өзінде жалған деп танылды. Дыбыс ескі жазбалардан алынған. Ойындар әртүрлі. Мордан, Местай екінші және көршілер. Ал көршілерде жалған дыбыстар жиі қолданылады. Уақыт сызығы сәйкес келмейді. Сеткитпен болған оқиға 2024 жылы болды. Стефани 2025 жылдың қыркүйегінде. Егер олар аға-әпке болса, ата-аналары оларға Roblox ойнауға баяғыда тыйым салған болар еді. Бірақ ең маңызды дәлел бұл оқиға сахналанған дыбыс сапасы. Біз Сеткит оқиғасын еске түсіреміз. Онда бейнеде бөлек дыбыс бар. Ал қазір нейрондық желілер көп болғандықтан кез келген дыбысты шығару қиын болмайды. Бірақ мен бұл соққыларды YouTube-тен оңай таба алдым. Шынайы өмірде егер баланы микрофонның жанынан ұрып соғып жатса, дыбыс күңгірт. Бөлмеден жаңғырық шығып, айқаймен араласып кетер еді. Бейне, керісінше, жазбаның үстіне қабатталған бөлек қабат. Сондай-ақ кішкене деталь, түпнұсқа бейнеде сіз жылаған кезде микрофонның шуы жоқ. Әдетте балаларда ысқырықты тыныс бар. Бұл жылаудың бөлек жазылғанын және бейнеге қосылғанын көрсетеді. Ендеше, неге біреу бұл фейкті жасады? Жауап қарапайым, шынайылық пен көзқарастар. Бірақ неге Тиффани? Сеткиттің баласымен болған оқиғадан кейін миллиондаған адамдар Roblox-тың жаңа қорқынышты оқиғасын іздейді. Видеоны жасаушылар сәтті форматты көшіріп жатыр. Сондай-ақ кішкентай қыздың соққыға жығылғаны туралы әңгіме үлкен жанашырлық тудырады. Адамдар мұндай мазмұнды бөлісуге дайын. Ал TikTok пен YouTube сайттарында Сет Гералд Тиффани 123 хэштегі бар бейнелер тез қаралуда. Сондықтан Тиффанидің өлімі туралы оқиға вирустық ақпарат тарату үшін жасалған фейк болып табылады. Ол адамдардың эмоцияларын, Roblox-тағы қорқынышты оқиғалар тақырыбының танымалдылығын және аудиторияның қатысуы туралы сыни ойлаудың жоқтығын пайдаланады. Бұл әлеуметтік желілерде цифрлық аңыздардың пайда болуының тағы бір мысалы. Ол бірегей емес. Мұндай жалғандықтар бірнеше ай сайын балаларға деген аяушылықты пайдаланып пайда болады. Фактілерді тексеріп, сыни тұрғыдан ойланыңыз және тексерілмеген ақпаратты ешқашан таратпаңыз. Осы талдаудан кейін сіз мұндай қорқынышты оқиғаларға мүлдем басқаша қарайсыз деп үміттенемін. Сондықтан сіз жасай алатын ең маңызды нәрсе мұндай манипуляцияларға түспеу. Сіз Roblox-тан немесе кез келген басқа ойыннан қорқынышты шындықты көрген сайын өзіңізге сұрақ қойыңыз, бұған дәлел бар ма? Осымен болды.